кейде айтамыз, көріпкелдің айтқаны келеді. Әрине айтқаны келеді. Оның қасындағы жын шайтандар Алла тағаланың қасындағы тағдыр тақтасынан әртүрлі ақпараттарды ұрлап адамдарға айтады. Сондықтан оның айтқаны келеді. Ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 2019 жылдың 4 август күні менің religia.kz сайтыма бір мұсылманнан Мұхамеджан Тазабеков туралы сұрақ келіп, Мұхамеджанның діннен еш хабары жоқ сектант екенін дәлелдеп, мен оған О Маразмах ген директоры асыларына деген атпен жауап берген едім. Енді міне 1-2 күн болды, ойда жоқта интернеттен оның сауатсыз бұлсылын кездестіріп, оның білім өте таяз екеніне тағы да көзім жетті. Сондықтан сіздерге ескерткім келіп отыр оның білімсіз сектант екендігін. Шатпырағын тыңдамаңыздар, әйтпесе артынан адасып кетесіздер. Шариғаттың қиын сұрақтарын емес, діннің элементарный, оп-оңай сұрақтарын да білмейді бұл думша молда. Сайраған тілі ғана, сайраған тілді хадистарда айтады, шайтан береді деп. Ешқандай діннен білімі жоқ адам. Бұл надан адам өзінің ақымақтығымен Аллахты ақымақ етіп көрсетіп отыр. Мұның сөзіне сенсек, жын шайтандар Аллахтың жанына барып, Аллахқа байқатпай, білдірмей тағдыр тақтасынан адамдардың болашақ тағдырларымен, болашақта болатын оқиғаларды ұрлап, біліп алады екен де оларды көріпкелдерге жеткізеді екен. Бұл не деген сұмдық, бұл не деген масқара. Біз Аллахты бәрін көреді, бәрін естиді, болашақтың бәрін біледі деп сенеміз. Ал мына топас Мұхамеджан Тазабеков жын шайтандарды Аллахтан ақылды қу етіп, ал Аллахты олардан ақымақ етіп көрсетіп отыр. Аллахты не періштелер, не жын шайтандар, не адамдар көрген емес осы күнге дейін. Аллах 7 қабат аспаннан да жоғарыда, ол жаққа ешкім бара алмайды, жанып кетеді. Ал мына надан Мұхамеджан Тазабеков жын шайтандарды Аллахтың жанына барғызып, Аллахқа білдірмей керек ақпараттарды ұрлатып қойды. Мұхамеджан Тазабековтың айтып отырған тағдыр тақтасы деген сөзі дінде жоқ, одан басқа адам естімеген нәрсе. Аллах бүкіл әлемді жаратпай тұрып, одан 50 мың жыл бұрын бәріміздің тағдырымызды өзінің кітабына жазып қойған. Ол кітаптың аты тағдыр тақтасы емес, арабша Лаухул Махфуз, орысша Храними Скрижаль деп аталады. Бұл надан оны да білмейді екен, басқасын айтпағанда. Сондай-ақ Құранда жын шайтандардың Аллахтың жанына бармақ түгілі тіпті төменгі аспанға көтеріле алмайтыны айтылады. Құранда жын сүресінде жындардың бір-бірімен сөйлескен сөздер келтіріледі. Орысшасын айтып берейін мен, қазақша дұрыс аударылмаған. Мы старались подняться на небо, но нашли, что оно наполнено могучими стражами из ангелов и сжигающими светочами. Мы до сегодняшнего дня сидели на небе, чтобы подслушивать вести с неба. Но сейчас того, кто хочет подслушать, пронзает падающая звезда и уничтожает его. 8-9 аяттарда келтіреді. Көрдіңіздер ме? Аллахтың жанына бармақ түгілі олар аспанға көтеріле де алмайды. Егер аспанға көтерілеміз десе, олар жанып кетеді. Мұхамеджан Тазабеков сияқты адасқан сектанттар өздері ғана адасып қоймай, артынан сіздер сияқты адамдарды адастырады. Сондықтан байқаңыздар, мұндай ақымақтарды тыңдап, адасып шайтанның құлы болып кетіп жүрмеңіздер. Мен сіздерге осыны ескертейін деп едім. Кейбір адамдар маған ренжиді, неге білімсіз, неге дүмше молда, неге надан, неге топассың, басқаларды айтасың деп. Қалай айтпасқа, өздеріңіз ойлап көріңіздерші мұндай ақымақтарды. Надан деген сөздің өзі бұларды орысша айтқанда характеризовать ете алмайды, бұлардың істеп отырған жұмыстарын. Сондықтан тағы айтарым, байқаңыздар, кімді болса соны тыңдай бермеңіздер.